Қайырлы күн музейіміздің сүйікті жас достары. Өздеріңмен сағына қайта қауышып отырмыз. Балаларға базарлық айдарының бүгінгі шығарылымы да өте ерекше. Ол біздің сүйікті хайуанаттар жайлы болмақ. Ал жазғы демалыста бастарыңнан өткерген қызықты оқиғаларыңды естеріңе түсіріп көріңдерші. Біріміз жайлауда атқа мініп, қозы бағып, екіншіміз хайуанаттар саябағына барған болармыз. Бүгін осы достарымызбен жақынырақ танысамыз және олардың көркем сурет саласында алатын орны жайында сөз қозғаймыз. Осы тақырыпқа тікелей қатысы бар суретшілердің бірі Евгений Иванович Чарушин. Ол тек суретші ғана емес, балалар әдебиетінің көрнекті жазушысы, мүсінші және тамаша иллюстратор. Автор бүкіл шығармашылығын анималистика жанрына арнады. Евгений Иванович 1901 жылы 11 қарашада Вятка, қазіргі Киров қаласында дүниеге келген. Ол сурет салу мен кітаптарға деген сүйіспеншілігі үшін әкесі Иван Аполлонович Чарушинге қарыз. Әкесінің туған күніне сыйлаған Альфред Бремнің 7 томдық жануарлар өмірі кітабын ол өмір бойы мұқият сақтап, жиі қайталап оқитын. Плывет кораблик, кораблик золотой, везет подарки нам. Капитан утка. Конечно, она командует вот так. Ну, а команда матросики — это ушата, а не сосиска. Ну, птичка летит, тоже, наверное, песенку поет. И, наверное, вот так. Мың 1924 жылы Евгений Чарушин Виталий Бьянкимен танысып, онымен бірге Алтайға сапар шегеді. Тағы да жабайы табиғат әлеміне еніп, жануарларды бақылап, көптеген эскиздер жасайды. Осы жылы Чарушин Кірпі, Чиж және Мурзилка балалар журналымен жұмыс істей бастайды. Ол 1927 жылы Жеткіз балалар бөліміне келеді. Ондағы балалар бөлімінің көркемдік редакторы Лебедевка жас суретшінің жұмыстары өте ұнайды. Және де ол иллюстратор атанады. Суретшінің алғашқы Мурзу кітабы жас оқырмандар мен кітап графикасы білгірлерінің назарын өзіне аударады. Жылдар өткен сайын суретші түрлі кітаптарды жарыққа шығара бастады. Келесі жылында суретшінің алғашқы сурет кітаптары пайда болады. Олар Ленинградтық Жеткіздің ең керемет кітаптарының бірі 1935 жылы жарық көрген Чарушиннің суреттері бар Маршактың тордағы балалар шығармасы болды. Ол жасаған жануарлардың суреттері күлкілі, әсерлі және танымал болды. Сонымен қатар, суретшінің жануарлары мен құстары өте көркем. Құстардың қауырсындары, тырнақтары мен тұмсықтары, аңдардың шаштары, тұяқтары мен мүйіздері өте тамаша бейнеленді. Автор кітаптағы сөз бен мәтіннің бірлігіне көп көңіл бөлді. Текстураның күрделі суреттерін орындау үшін Чарушин литография техникасын игерді. 1934 жылы Евгений Ивановичтің ұлы Никита дүниеге келді. Ол Никитка және оның достары әңгімелер жинағының басты кейіпкері болды. Бүгінгі кейіпкеріміз тек бір өзі емес, бүкіл әулетімен көркемөнер саласына әлі күнге дейін еңбегін сіңіріп келе жатыр. Чарушин сонымен бірге 1941 жылы басталған жануарлар фигураларының сериясын жалғастыра отырып, мүсінші ретінде өнер көрсетті. 1940 жылдардың екінші жартысында ол орыс халық ертегілері негізінде бірнеше рельефтер жасады.
Ленинград фарфор зауыты, бала, бұғы, бесігі бар аю, гүлі бар қоян, Лукоморье жанында және тағы да басқа көптеген фигураларды мүсіндеді. Ал біздің музейімізде мүсіншінің тамаша 3 жұмысы бар. Олардың әрқайсысы көз тоқтатып қарарлықтай сүйкімді. Автордың қағаз бетіне салған хайуанаттарынан қарағанда, мүсіні одан бетер ерекше көрінеді. Жануарлары өте эмоционалды. Олар әр заман балаларының жүрегінен орын алып, жануарларды сүюге, мейірімді болуға тәрбиелейді. Бұл өнерлі адамның өмірдегі ізгі мақсат еді. 1744 жылы Санкт-Петербургте ұлы Петрдің қызы Елизаветаның жарлығымен құрылған империялық фарфор зауыты ашылды. Дәл осы жерде талантты орыс ғалымы Виноградов ақ алтын өндірісінің құпиясын ашты. Ол жасаған фарфор сапасы жағынан қытайлықтардың жылдар бойына жасырып келген құпиялы фарфор құрамынан кем түспеді. Бұл жердегі шағын мүсіндердің жасалу материалы мен жолы бір болғанымен түрлі жанрға бөлінді. 50-ші жылдардан бастап зауытта фарфордан жасалған қуыршақтардың, жануарлардың фигураларын және ыдыс-аяқтарды жасай бастады. Фарфорды сұйық күйінде машиналарға немесе арнайы қалыптарға құяды. Қалыптан кеуіп шыққан фигураларды 1250-1280 градус ыстықтағы пештерге салады. Фарфорға ашық күлгін түсті глазурды қолдану себебі, жұмысшы оның жеткілікті мөлшерде себілгендігін білу үшін қажет. Глазурь фарфорға жылтырлық сыйлайды. Пештен шыққан глазурленген фарфор қайтадан алғашқы ақ күйінен еді, тек көлемі жағынан кішірейеді. Міне балалар, бір ғана шағын мүсінді жасау үшін қаншама еңбек етіп, тер төгу керек екен. Қиындығы көп, бірақ өте қызықты іспен айналысу үшін алдымен ол істі жақсы көру, әрі бойымызға білімді мол жиюымыз қажет. Дәл осы фабрикада Евгений Чарушиннің қолынан шыққан шағын мүсіндерді өз көздеріңізбен тамашалауға біздің музейімізге шақырамыз. Балалар, бүгін сіздер біздің биология орталығымызда ең алғашқы жануарларын тамашалауға келіп отырсыздар. Біздің орталыққа биыл міне 82 жыл болды. 1938 жылдан бастап орталық бізде жұмыс жасауда. 38 жылы мына жерде емес, Урицкая деген көшесі орталықтағы кішкентай бөлмеде ғана болған. Онда кәдімгі бізде тышқандар, хомяктар, ұсақ-түйек жануарлар ғана сол жерде шоғырланған. Кейін 1983 жылы биология орталығы деп үлкен мынандай биологическая станция деп үлкен 2,6 гектар жер бөлінген болатын. Ол остров Полковничий деп аталған. Кейін қазіргі кезде 2018-ден бастап бейбітшілік аралығына ауысында үлкен бөлім, бұл сүтқоректілер бөлімге келіп отырмыз. Бұл алдарында тұрған бізде түйелер, қос үркешті түйелер, өздерін білесіңдер, бұлар жұптұяқтылар отрядына жатады. Өте суға төзімді жануарлар. Бұл сүтқоректілер отряды, мына жақтан назар аударыңыздар, тек қана түйелер емес, барлығы, мысалы, понилар жатады, ар жақта марал жатады, бір жаңағы бұғыларымыз бар. Орнитология бөлімі бар, құстар бөлімі деп аталады. Құстар бөлімінің ішіндегі сәнді құстар бөліміне келіп отыр. Бұл бізде тауыстар, немесе үнді павлин деп айтамыз. Индийский павлин, үнді тауысы. Ерекшеліктері балалар, бұлар тауық тәрізділер отрядына жатады.
жоғарыға өте биік ұша алмайды. Тек қана 1-2 метр көлемінде биіктікке ғана ұша алатын құс. Алдарында мен колобус дейді. Құйрығы мамық болып келеді, жүндері ұзын болып келеді. Терісін көріңіздер, жүндері ұзын. Басында мынандай бір ай тәрізді белгісі болады. Енді негізгі ерекшелігі, бұлар жыртқыш жануар қатарына жатады. Жануарлар етпен қоректенеді жануарлар. Етті де жейді, пісіріп береді етті. Сонымен қатар олар банан жейді, көкөністің барлық түрін, алма, алмұрт, одан кейін кәдімгі шие, жеміс-жидектің барлығын жейді. Ал балалар, биологиялық орталықтағы экскурсиямызды бірге тамашаладық. Түрлі жануарлармен таныстық. Енді өз қолымызбен жануарлардың мүсіндерін жасап көрейік. Бүгінгі шығармашылық сабағымызда мүсін жасайтын материалдың атауы тұзды қамыр деп аталады. Тұзды қамыр жасау үшін алдымен 2 стақан ұнды аламыз. Оның үстіне 1 стақан тұзды саламыз да әбден араластырып, 1 стақан су қосып, қамырды жақсылап илейміз. Иленген қамырды бірнеше бөліктерге бөліп, бояудың әр түсінен қосуға болады. Ие қанған тұзды қамырды тоңазытқышта салқындатып алған жөн. Балаларға базарлық айдарының келесі шығарылымында жүздескенше қош сау болыңыздар.